Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін осындай алма мен шарлотка деп аталатын пирогтың рецептісін қабыл алыңыздар. Бұл пирог өте тез дайындалады, жұп-жұмсақ болып шығады және де құрамына санаулы ғана ингредиенттер кетеді. Рецептісін әдеттегідей описанияға қалдыратын боламын. Осындай дәмді шарлотка жасап үйренгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: 4 жұмыртқа қажет, қант, қопсытқыш, ұн және де алма қажет. Алмаларымды мен алдын ала жуып, тазалап, осылай бірнеше бөлікке ұсақтап бөліп алдым. Ең алдымен біз бисквитімізді жасап аламыз. 4 жұмыртқаның үстіне осылай қантымызды саламыз да миксермен көпіртеміз. Міне осылай әппақ болғанша миксермен көпіртеміз. Ендігі кезекте ұнның үстіне қопсытқышымызды саламыз да екеуін араластырып аламыз. Енді осы ұнымызды массамызға салып араластырамыз. Ұнды алдын ала ситадан өткізіп аламыз және де ұнның барлығын бірден қоса салмаймыз, осылай екіге бөліп қосамыз. Миксермен көп араластырмаймыз, біздің массамыз отыр қалуы мүмкін, сол себептен сәл ғана араластырып аламыз да өшіреміз. Міне біздің массамыз осындай болу керек. Енді осы массамыздың ішіне біз жаңағы туралған алмаларымызды саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Енді мен осындай диаметрі 26 сантиметрлік формаға құямын. Егер де сіздерде бұдан да кішкентай форма болса, соған құя берсеңіздер болады. Осылай пергамент қағазын формамызға төсеп аламыз да, енді ішіне осы массамызды құямыз. Осылай құйып аламыз да, күрекшемен немесе қасықпен осылай барлық жеріне жайып шығамыз. Енді қызып тұрған духовкада қызарғанша мөлшермен 30 минут пісіріп аламыз. 30 минуттан кейін міне біздің пирогымыз осындай болып піседі. Пирогымыз сәл пісейін деген кезде ортаңғы жақтарын піскенін шпажкамен тесіп көруіміз қажет. Менің духовкам қатты қызитын болғандықтан бет жағы сәл осылай күйіп піседі, бірақ дәмі өте керемет болып шығады. Бетіне ешқандай крем жақпаймыз, осылай қант ұнтағын ситадан өткізіп себеміз. Менің пирогым дайын, өте жұп-жұмсақ болып шығады. Тура осы рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз міндетті түрде жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер де рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.